Сәлем. Енді бүгін сіздерге жаңа egov.kz арқылы ECP кілт ашуды, қашықтықтан ашуды көрсетемін. Ол үшін мына жерде поискті басасыздар, және ішінде де поискқа ECP деп жазсаңыздар тез шығады. Мінекей, негізі бұл услуги гражданам, транспорт коммуникация дегенде шығады. Дальше заказать услугу басасыздар. Одан кейін уже кәдімгі өзіміздің старый версиядағы egov сияқты кете береді. Енді ақыры бастаған до конца көрсетейін. Интерестер. Мына жерде телефон номеріне код кетеді. Бұл жерде де клиенттің иіні, телефон номері жазылып, тағы да код сұратылады. Код алғаннан кейін, менде камера өшіп тұр, сол үшін бізде мына жерде төбесіне X-ті басып, QR шығады. Осы QR-мен, QR бот программасы арқылы мен клиентке жіберемін. Мінекей сканерлеп, клиенттің WhatsApp-ына жіберемін. Осылай онлайн ECP удаленно ашамыз. Бұндай видеом бар негізі. Бірақ новый egov версиясын мен жасап жатқан түрім ғой. Және де мені WhatsApp-ына видео проверка өтуін сұраймыз клиенттен. Клиент өткеннен кейін экранда бізде осындай жазу шығады, разрешить. Дальше уже кәдімгі нұсқаулықпен өздеріңіз ашып жүргенде аша бересіздер тоже. Барлығына келісіп, сақтайтын жерін белгілеп, паролін жазып, осылай ашасыздар. Ешқандай да қиындығы жоқ. Жаңа версия тек басты бет, кішкене жаңағы услуги нелер кішкене іштері өзгерген. Бірақ если бірдеме заказать, жаңа услугаларды заказать етесіздер ғой, кәдімгі өзіміздің бұрынғы egov версиясы шығады. Сол үшін ешқандай қиындығы жоқ. Осылай аша бересіздер. Просто менде бүгін бір клиент болды, жаңа версия egov обновиться етіпті, мен қалай ашам дегендіктен осындай видеоны түсіруге жөн көрдім. Қолдап кетіңіздер, рахмет көргендеріңізге.